Сәлем достар, барлық бала сүйсініп жақсы көретін шоколад қосып жасалатын американский печенье дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ерітілген сары майымызды ыдысымызға салып, оның үстіне 2 жұмыртқа және қантымызды салып, бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Одан соң оның үстіне жарты шай қасық разрыхителді салып араластырып, сұйық массаның үстіне ұнды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Бірінші бөлігінде ұнның жартысын електен өткізіп қосамыз да, венчикпен бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз. Одан соң ұнның екінші бөлігін електен өткізіп қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз, печеньенің массасы шығады. Міне бізде печеньенің қамыры осындай болады, оның үстіне майдалап туралған шоколадты қосамын. Менде қазақстанский шоколад, сіздер кез келген шоколадты қолдансаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей қасықпен қамырымызды алып, қолымызбен домалақтап, осылай печеньенің формасын келтіреміз. Одан соң ыдысымызға саламыз. Печеньені бір-бірінен алысырақ етіп қойыңыздар, піскен кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Жасалуы оңай, ерекше дәм береді, балалар сүйсініп жақсы көреді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Басқа видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.